Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кітап білім бұлағы, жастар мәдениеті және мәселесі бөлімі. Сабақтың мақсаты, яғни бүгінгі сабақта меңгеретініңіз тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра білу, салыстыру, факті мен көзқарасты ажырата білу. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік, деген еді жазушы Ғабит Мүсірепов. Оқушылар, сіздер кітаптың қандай түрін көп пайдаланасыздар? Қағазға басылған кітапты ма, әлде электрондық түрдегі кітапты ма? Неліктен? Өз ойыңызды жазып кетіңіздер. Бірінші тапсырма. Кітап туралы берілген көзқарас пен фактілерді сәйкестендіріп, өзіндік тұжырым жасап көріңіз. Егер факті мен көзқарасты ажыратуда қиындық тудырса, төмендегі анықтамаларды басшылыққа алыңыз. Бұл жерде 3 көзқарас берілген. Бірінші, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана, Әбіш Кекілбаев. Екінші пікір, білім кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерде отырады. Сондықтан болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады. Нұрсұлтан Назарбаев. Кітап маған тақтан да қымбат, деді Шекспир. Енді фактілерге назар аударайық. Бүгінгі баланың қолында iPad, планшет, iPhone сияқты электрондық құралдар өте көп. Мұның өзі кітап оқу үрдісін алмастыра алады, бірақ бұл баланың қоғамда әлеуметтенуіне кері әсерін тигізеді. Әлемдік сарапшылардың айтуы бойынша, жақын 10 жыл шамасында электрондық кітапты тұрғындардың 10% оқитын болса, қалғандары кітаптың қағаздағы басылымын оқитын болады. Яғни электрондық кітаптар кітаптың қағаз түрін айырбастай алмайды. Зерттеулерге сүйенсек, кітап оқу адам бойындағы күйзелісті 68%-ға төмендетеді екен. Осы көзқарас пен фактілерді мазмұнына байланысты сәйкестендірулеріңіз сұралады. Жазған жұмыстарыңыздың жауаптарын салыстырып көріңіз. Бірінші, Әбіш Кекілбаевтың пікірі мына фактіге сәйкес келеді екен. Яғни зерттеулерге сүйенсек, кітап оқу адам бойындағы күйзелісті 68%-ға төмендетеді. Екінші, Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірі мына фактімен сәйкестенеді. Бүгінгі баланың қолында iPad, планшет, iPhone және тағы басқа электрондық құралдар өте көп. Мұның өзі кітап оқу үрдісін алмастыра алады. Бірақ бұл баланың қоғамда әлеуметтенуіне кері әсерін тигізеді. Ал Шекспирдің сөзі мына жердегі әрпімен белгіленген фактімен сәйкес келеді екен. Келесі тапсырма. Кітап оқу мәдениеті мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Мәтіннен ғаламдық мәселелерді білдіріп тұрған сөз тіркестері мен сөйлемдерді теріп жазыңыздар. Мәселенің шешу жолдарын ұсыныңыздар. Мынандай критерий мен дескрипторды басшылыққа алыңыздар. Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселемен байланыстыра білу. Дескриптор мәтіннен кітап оқу мәдениеті жөнінде көтерілген мәселені білдіретін сөз тіркестері мен сөйлемдерді теріп жазады. Мәселенің 2 шешу жолын ұсынады, орфографиялық норманы сақтайды. Кітап оқу мәдениеті.
Дина Иманбаеваның мақаласы. Бүгінгі жастар кітап оқиды. Оқығанда да таңдап, талғап оқиды. Оған кітапханалардың оқу залдарында, кітапқа шұқшиған, кітап дүкендерінде кітап сатып алып жатқан, смартфонның экранына телміріп, кітап оқып отырған жастар дәлел. Мәселе олардың нені оқитындығында. Одан қала берді, ұлттық мүддені назардан тыс қалдыруға болмайды. Бұл ретте Алматыдағы атақты ұлттық кітапхананың жөні бөлек. Қазақстан кітаптары бөлімінің жетекшісі Гүлнәр Бақтыгерееваның айтуынша, бұл бөлімнің негізгі оқырмандары жастар. Көркем әдебиет залындағы сұранысқа қарағанда, Мұқағали Мақатаев қазіргі оқырмандардың да ең көп оқитын ақыны. Ғабит Мүсірепов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Шерхан Нұртаза, Оралхан Бөкеев, тағы басқа жазушылардың өз оқырманы бар. Сондай-ақ қазір экономиканың рөлінің өсуіне байланысты кәсіпкерлік, бизнес туралы қазақша кітаптарға сұраныс жоғары. Көпшілікке арналған танымдық, психологиялық әдебиеттер де жастардың іздеп жүріп оқитын кітаптарының қатарына жатады. Ең көп оқылатыны әрине ағылшын тіліндегі кітаптар. Өкініштісі, әлемдік әдебиетке тек орыс тілі, ресейлік кітап нарығы арқылы жетуден әлі де арылмай келеміз. Көрші елдің саудасын жүргізумен қоса, тіл мен діл туралы айтыла жауыр болды. Сол сөренің басында қазақ интеллектуалдық прозасының көшбасшысы Жүсіпбек Аймауытов, одан берідегі Асқар Сүлейменов, Қалихан Ысқақов, Марат Қабанбаев, Сайын Мұратбеков сынды жазушыларымыздың кітаптары неге тұрмасқа? Енді жауабыңызды салыстырып көріңіз. Мәтіннен ғаламдық мәселелерді білдіріп тұрған сөз тіркестері мен сөйлемдер. Мәселе олардың нені оқитындығында. Ұлттық мүдде, қазақша кітаптар. Өкініштісі, әлемдік әдебиетке тек орыс тілі, ресейлік кітап нарығы арқылы жетуден әлі де айырылмай келеміз. Көрші елдің саудасын жүргізумен қоса, тіл мен діл туралы айтыла жауыр болды. Шешу жолдары. Кітапқа қол жеткізудің көзі ең алдымен мен кітап дүкендерінің сөрелерін оқырман сұранысындағы қазақша кітаптарды толтыру. Кітап нарығының құлағын ұстағандар оқырман сұранысына бейімделуі, ұлттық құндылық насихатталатын кітаптарды ұсыну қажет. Таным дерек. ақш кітаптанушыларының зерттеуі бойынша 10 жасқа дейін кітап оқуды қалыптастырған бала түрмеге түсу, нашақор болу секілді жағымсыз әдеттерге баруы екіталай деген қорытынды жасаған. Барлық кітаптың 68%-ын әйел адамдар сатып алады екен. Бүгінде сатылып жатқан кітаптардың жартысын көбіне 45 жастан асқан оқырмандар сатып алады. Ғажайып технологияларымен әлемді таңғалдырған Жапонияда сандық үлгідегі кітаптарға сұраныс төмен. Келесі тапсырма. Берілген пікірге 3 қадамдық сұхбат бойынша ойыңызды жазыңыз. Түркия ғалымы Әбдуақап Қара. Қоғамның кітапқа деген қызығушылығын оятуға іскер азаматтар да атсалысу керек. Бір данышпан адамзатты 2 санатқа бөліпті. Ол адамдарды кітап оқитын және кітап оқымайтын адамдар деп бөлген. Сонда қарап отырсақ, кітап оқитын адамдар зерек, алғыр келеді. Жұмысында табысты болады. Табысты адам бақытты болады. Егер біздің әлемде кітап оқитын адамдар көбейсе, әлем бақытты болады. Бақытты адамдар бейбітшіл келеді. 3 қадамдық сұхбат. Көзқарас. Берілген дәйектерге өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Анықтау. Көтерілген мәселенің оң және теріс фактілерін анықтаңыз. Салыстыру. Көтерілген мәселені ғаламдық мәселемен байланыстырып салыстырыңыз. Осы тапсырманы орындау барысында төмендегі дескриптор мен критерийлерге
сүйенуіңізге болады.